ертеде ешкі жүні бөртеді. Үлкен орманда Мәриям деген ешкі тұрыпты. Мәриям деген ешкінің 9 лағы болыпты. 9-ы да 9 түрлі мінезді. Біреуі ұрысқақ, екіншісі жылауға, үшіншісі қылжақбас, төртіншісі сотқарбек, бесіншісі зуылдақ, жылдызы, егізі мен ертесі болған екен. Бөй, оның бәрін мен неменеге айтып отырмын? Одан да өз көздеріңізбен көріңіздер. Жарайды, жақсы. Сен менің егізімсің,
барым да, бақытым да, бағым да. Жарайсыңдар, бақтарым, ұйқыларынан тұрдыңдар ма? Бет-қолдарыңды жудыңдар ма? Жарайсыңдар, бүгін бізде мереке. Қандай мереке? Ол қандай мереке екен, мен кешкі дастархан кезінде айтамын. Ал кешкі дастархан дайындау үшін мен базарға барып азық-түлік алып келемін. Ал сендер үйден шықпай отырыңдар. Мен де барайыншы. Жоқ, сендер шаршайсыңдар. Одан да үйді шашпай отырыңдар. Кенжетайым, ертегісі, жылдағым, соңғар бегім, жылдызым, қылжақбасым, жылауығым, ұрысқағым. Solta,
Yeah!
ал сендер зытыңдар. Өнерлерін көресіңдер. Шапалақ, шапалақ, шапалақ. Как там дочка, как там сынок ее, лишь